Сәлем балалар, әдебиеттік оқудың 82-ші сабағы, 2-ші сынып. Тақырыбы табиғатқа қамқор бол. Бүгін сенің білетін кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау, дереккөздерден ақпарат іздеуді үйренетін боласың. Балалар, алдымен сендер мына сұраққа жауап беріңдерші. Қайсысы шағады, қайсысы қабады, қайсысы шоқиды, қайсысы сүзеді? Яғни үй жануарлары мен дала жәндіктері туралы осы сұрақтарға жауап берейік. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші тапсырма. Ит қайтеді? Яғни ит не істейді екен? Қабады екен. Келесі екінші сұрақ. Ара қайтеді? Шоқи ма ара? Жоқ, ара шағады екен. Үшінші сұрақ. Қаз қайтеді? Қаз қаппайды, қаз шоқиды екен. Төртінші сұраққа жауап берсек, сиыр қайтеді? Сиыр шақпайды, сиыр сүзеді екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, жаңа сұрақтарға өте жақсы жауап бердіңдер. Енді мәтінді оқиық. Араның ұясы. Шілікті өзен ауылды жанамалай ағады. Жағасы қалың шілік. Жаз шығысымен суы тартылып қалады. Ең терең жерінің өзі тізеден аспайды. Сонда да ауыл балалары шіліктінің суынан шықпайды. Жарқабақта жабайы араның ұясы бар. Балалардың аралардың балаларда жұмысы жоқ. Әркім өз тіршілігімен жүре беретін. Бірде сотқар серік ұсыныс айтты. Аралардың ұясына су шашайық. Қайтер екен? Шағып алсашы. Шақпайды. Бізге қарай ұшып келе жатса, суға сүңгіп кетеміз. 5-6 бала қатарласып тұра қалды. Суды қос қолдап жарқабақтар аралардың ұясына шашып жатыр. Қалғандары шіліктің арасына жасырынып, сығалап қарап тұр. Су шашып тұрғандар өз әбестігіне мәз. Кенет аралар топтасып алды. Бір шөкім қара бұлт сияқты өзен бетіне қарай шүйлікті. Суда тұрған балалар бірін-бірі итермелеп жан сауғалады. Таяз жерге тұра салған серіктің тақыр басы суға батпай қалды. Қос қолдап өз басын өзі сабалай бастады. Аралар жабысқан жерінен айырылар емес. Екі қолын, білегін де дуылдата шағады. Серік айғайлаған беті ауылға қарай зытты. Әжесі серіктің басына айран жақты. Жазықсыз жәндікке өзің тиіспесең, ол да саған соқтықпайды, деді әжесі. Балалар, мәтін не туралы деп ойлайсыңдар? Ара мен балалардың арасындағы болған уақиға екен. Ендеше осы мәтін туралы біз қазір сұрақтарға жауап берейік. Балалар, мәтінді оқыған кезде жаңа сендерге таныс емес, түсініксіз сөздер болды. Жанамалай, маңына жақынырақ жерде. Әбестік, тәртіпсіздік жасау. Жан сауғалады, аман қалудың амалын жасады. Үшінші сұрақ. Мәтіннің мазмұны сызба бойынша әңгімеле. Уақиға қалай басталды? Қалай дамыды? Қалай аяқталды? Уақиғаның басталуы жаңа сотқар серіктің ұсынысы бойынша. Балалар, әрманғарда дамығаны олар жайдан жай жүрген, яғни өз ұясында жүрген, гүлдердің еңбектеніп қонып жүрген аралардың ұясына су шашқан болатын. Сол су шашудан балалардың арамен арасындағы айқастары басталды. Ал аяқталуы балалардың барлығында шағып, арадан оңбай таяқ жегенін байқауға болады. Ендеше балалар, бұл жерде жайдан жай жүрген араларға тиісуге болмайды екен. Төртінші, серік қандай бала деп ойлайсыңдар? Серік сотқар, аңқау, бірақ аңқау бала ешкімге зияны да жоқ. Ол бала су шашқанда мүмкін аралар тиіспейді деп ойлады. Бірақ оның әрекеті керісінше болып шықты. Бесінші, серіктің әжесінің сөзін оқып, ойыңды тұжырымда. Жазықсыз өз-өзімен жүрген жәндіктерге тиіспесек, олар да бізді шақпайды деді. Балалар, тек қана жәндік емес, сонымен қатар жан жануарларға да тиісуге болмайды екен.
Сондықтан әжейдің сөзін әр уақытта естеріңе сақтаңдар. Аралардың тіршілігі туралы қызықты мәлімет. Ара өзінен 30-40 есе ауыр затты көтере алады. Бір қасық балды табу үшін 200 ара күні бойы жұмыс істеуі керек. Яғни олар гүлге қонады екен. Бір күннің ішінде 3-4 мың гүлге қонып шығады. Дескриптор кейіпкердің іс-әрекетін бағалады, яғни сиырдың қандай бала екендігін. Ара туралы ақпарат айтты, яғни араның күндіз-түні жұмыс істегенін байқауға болады. Балалар, сендер де еңбектеніңдер. Осымен сабағымыз аяқталды.